Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали, Grand Chess Tour, Superbet Romania 2023, Бухарест, Алириза Фирузжа, 19 жаста Дин Лижень, 30 жаста әлем чемпионы. Алириза Фирузжаның айтуы бойынша, мына әлем чемпионын жеңу, Магнусты жеңуден оңай дейді. Сондай ақпарат таратты. Сонымен кеттік. E4, E5, ATF3, AC6, PL B5, Испания партиясы, ATF6, Berlin Defense дейді, немесе Берлин қорғанысы деп аталады. D3, бұл жүріс туралы сіздер жақсы білесіздер, кезінде Андерсон, Штайниц, Смыслов, Ласкер және Карповтың да сүйікті жүрістердің бірі еді. PL C5, Келлер варианты деген ақпарат бар. C3, патшаны сарайға кіргізді және патшаны сарайға кіргізді. D5, орталық тұрақты, сол себепті осындай іс-әрекеттерді жасауға әбден мүмкін. D5. Ат D2, егер де сіздер деген я не помнишь Дин Лижень арасындағы матчты көрсеңіздер, сіздер білесіздер, бұл вариант деген ол жерде ойналды. DE және A5. Әрине, бұның ең басты мақсаты мына іс-әрекетті болдырмау. Мына іс-әрекетті болдырмау, өйткені бұл іс-әрекеттің мына уәзір қанатындағы торларды, шаршыларды басып алуға мүмкіндік. Уәзір C2, уәзір E7, A4 және ат B8. Бұған таңғалудың қажет жоқ. Я не помнишь және Дин Лижень арасындағы матчта осы жүрістерді ол жақсы көрсетті. H3, тура D8, ашық жолға орналастыру. Және бұл жерде біз тағы да кімді есімізге түсіреміз? Әрине, бұл Брейер вариантын, Брейер Борисенко вариантын есімізге түсіреміз. Осы атты B8-ге орналастырып, басқа бір торға қою. Піл E2, ат D7. Көрдіңіздер ме? Аттың қандай жүру жолдары. Біріншіден F8-ге келеді, соңын E6-ға, соңын C5-ге келеді, соңын E4-тегі сарбаз жеп кетеді, соңын D6-ға орналасады. Егер D6-ға орналасса, әрине Капабланка аты болады. Тура E1, ат F8, ат B3, піл B6. Әрине, мына пілді беруге болмайды, бұл піл өте маңызды, бұны айырбастауға болмайды. Ат D2, піл E6, ат C4, жедік және ат E6. Не айтуға болады? Дин Лижень бұл варианттарды я не помнишьға дайындаған, сол себепті оның дайындығы керемет екенін түсінесіздер. G3 мен үшін түсініксіз шешімдердің бірі. Неге ол деген өзінің патшасын осылай соншалықты әлсіретеді? Мен үшін әрине ол түсініксіз. H5 орталық тұрақты, соған байланысты оң қанатта немесе сол қанатта ең еркін шабуыл жасаңыздар болады. Патша G2, H4, уәзір E2, G6. Не айтуға болады? Болашақта мына H жолы ашылады деген ойдамын. Содан кейін мына патша мына жаққа келеді, ал мына тура мына жерге орналасады деген ойдамын. D2, ат C5, ат F3, жедік және ат E4. Не айтуға болады? Дин Лижень бұл партияны өте жақсы жүргізіп жатыр. Үлкен басымдық ат G5, ат D6. Біріншіден, мына D6-дағы ат мына F7-ні қорғайды, екіншіден мына C4-тегі пілге де шабуыл жасайды. Піл A2 және тура E8. Әрине, мына негізгі орталықтағы сарбазды беруге болмайды. Сіздер білесіздер, Испания партиясындағы қаншалықты маңызды екен осы E5-тегі сарбаз. H4 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. Патша G7, егер де керек болса болашақта мынандай да іс-әрекеттер қарастырылады. Жалпы қаралардың жағдайы өте жақсы. F1, D8 соңғы ойыншыны жақындатады және ашық тік жолға орналастырады. Піл D2, E4, піл F4 және E3. Осымен ойын аяқталды. Шын мәнінде, көрдіңіздер ме? Леп белгісі минус плюс және осымен ойын аяқталды дегенді білдіреді. Ал бірақ шын мәнінде ойын тек қана басталды. Және осындай кезде мен түсінем қаншалықты Дин Лижень шаршаған, я не помнишь мен болған матчта қаншалықты шаршаған және қандай өрескел қателерді қажып жіберетінін сіздер өз көздеріңізбен көресіздер. D1 және F4. Өте ыңғайсыз шешімдердің бірі. Көрдіңіздер, мына жақта айтып тұр, былай жүруге мүмкіндік болған еді. Жедік, былай жедік және піл E3 осымен ойын аяқталды.
Бірақ өкінішке орай бірінші қателік жібереді. Жедік және піл F7. Басқа да мүмкіндіктер болды. Тек қана мынаны жеу керек емес болған. Басқа да мүмкіндіктер болды. Мысалы, тураны F8-ге қоюға да мүмкіндік бар болған шығар, бірақ денлі женнің шешімі және F7. Шах, былай, жедік және патша F7. Позиция әлі толығымен қиратылған жоқ. Тағы бір рет ескертем. Мына піл өте мықты, өтетін сарбаз бар, артынан оның қорғайтын тура бар, бұның барлығын өте жақсы көріп түсті. Уәзір I2 және патша I7. Тағы да бір өте ыңғайсыз шешімдердің бірі. Патша F1 осымен ойын аяқталды. Көрдіңіздер ме? Енді ойын толығымен басқаша бағыт бағдар алды. Біріншіден, бұл I2-ке өзінің уәзірін орналастырды. Мына I3-тегі өтетін сарбазды толығымен бұғаттады. Ал бірақ уәзір қазір мына қарсыластың мына сарбазына және мына патшасына міндетті түрде шабуыл жасайды деген ойдамын. Патша былай және G4. Әрине өте әдемі көрінеді. Мынау да қомағайлар қатарында өтетін сарбазды мынау қорғаған, бірақ мына G6-дағы сарбазды қорғауға мүмкіндік жоқ еді. Тағы рет ескертем, ол бұл жерде патшаны G7-ге орналастыру керек еді. Сонда ғана бірақ қана мүмкіндік бар еді. Біріншіден, мына таррыш ережесіне сәйкес сіздер өзіңіздің тураңызды сарбаздың артынан орналастыру керексіз. Және барынша мына G6-дағы сарбазды қорғау керек. Өкінішке орай, оның барлығы жүзеге аспады. Және тура F2, G4, шах, G4. Осымен шын мәнінде ешқандай қиындығы жоқ. Шах. Енді уәзірдің қаншалықты мықты екенін сіздер деген осында кезде көрсеңіздер болады. Шах, G6, лай, патша D3 және F7 шах осымен ойын аяқталды. Тағы бір рет ескертем, денлі жен туралы мына 19 жастағы адам айтты. Бұл әлем чемпионын жеңу, Магнусты жеңуден оңай екен дегенді айтты. Енді көңілге келетін сөздер деген ойдамын. Енді Ян Непомнящий мен Максим Вашье Лаграфтың партиясын көрейік. Сіздер білесіздер, енді Максим Вашье Лаграфты білесіздер деген ойдамын. I4, C5, Сицилиан қорғанысы, C3, бұл деген Алапин варианты. D5, жедік және D4. ATF6, ATF3, I6, әрине, болашақта мынандай әрекеттер болуы мүмкін. C4 және D5 деген әрекеттер болуы мүмкін. Мына сарбаздар деген C3-тен C4-ке, D4-тен D5-ке орналасуға мүмкіндік бар. Осыны болдырмау үшін, қараңыздар, кешіңіздер, басылып кетті. Бұны болдырмау үшін қазіргі таңда мына I6 деген әрекет жасайды. Ат A3-ке барды, бұның ең басты мақсаты мүмкін B5-ке, мүмкін C4-ке орналасу. A6, ат C4, көрдіңіздер ме? Атты өте жақсы орналастырып, нақты істейтін ісі жоқ, баратын жері, басатын тауы жоқ, өткен мына неге кедергі жасайды, сол себепті оны шетке орналастырды. Ат D7 және A4. Болашақта мына атты қуып жүрмеуге көмектеседі. Өткен мына A4. Өткені бұл енді форпост деген амал, форпост және мынау байлау әдісінің қаншалықты маңызды екенін. Өткен былай жүруге ешқандай мүмкіндік жоқ. B6, I2, B7, былай және CD. Уәзір D4, піл C5, H4 және уәзір I4. Жедік және D2. Не айтуға болады? Бұл бұрын соңында бұндай жүрістерді аса жасамайтын. Неге екенін білмеймін. Не себепті бұндай шешім қабылданды? Неге жай қарапайым мысалы пілді I3-ке орналастырған жоқ және екі тураны неге байланыстырған жоқ деген сұрақ туындайды. D2, F6, B3 былай және піл F4, піл D5 және D1 патшаны сарайға кіргізді және ат D2. Novelties бұрын соңында былай ешкім жүрмеген екен. C8, ат I3, C6, C4, A5, D6, жедік. Былай қарасаңыздар, мынау піл өте мықты. Былай қарасаңыз белсенділігі мықты. Және екі пілдің осындай өзара үйлесімділігі жақсы. Мына аттың да бір тұрғылықты жер жоқ. Былай қарасаңыз өте жақсы позиция. C5, піл B5,
B7, әрине мына пілге шабуыл жасалынады. A3, C7, F3. Бұл да өте сауатты жүрістердің бірі. Мына неге тосқауыл қойылады. Біріншіден, мына сарбазға, екіншіден мына I4-тегі торды бақылауға алады. C8, D2, H6, D1, жедік және патша H7. Қаралардың менің түсінігім бойынша ешқандай басымдығы жоқ. Содан кейін ақтардың жағдайы жақсы. Мына 3 сарбаз, мына 2 сарбаздан мықтырақ. Және мына піл әрине мына аттан да екеуінің біреусінен де міндетті түрде мықтырақ екені былай да түсінікті. Патша F2, G5 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта және сол қанатта шабуыл сол. Ең бастысы мына патша қанатын ашпауға тырысу керек. Я, патша қанатын ашпасаңыздар, онда бәрі дұрыс болады деген ойдамын. H4. Бұл жүрістің енді өзінің артықшылығы бар, әрине өзінің кемшілігі бар. Бұның ең басты мақсаты сіздер деген H жолын пайдалана алмайсыздар. Не себепті мына жолды ашасыздар деген сұрақ туындайды. Патша G6, жедік. Кішкене жоспарсыз іс-әрекет, өйткені сіздер бір нәрсені ұмытпау керексіз. D жолына өзіңіздің ойыншыларыңызды орналастырып, мына не үшін H жолын ашқаныңыз мен үшін түсініксіз. G4 тағы да бір әлсірету, мына торлардың барлығы қаншалықты әлсіреп қалғанын сіздер деген байқап тұрсыздар. H8 бірден осы жағдайда ұтымды Максим Вашье Лаграф қолданып тұр. G3, C8, C4, H7. Қарасаңыз, бәрі өте қарапайым. Қазіргі таңда бұлай жүріп, қазір мына H жолына кіру амалдары. Піл D6. Тағы бір дұрыс емес шешімдердің бірі. Тағы бір түсініксіз не себепті осындай әрекет жасайды. D7, C5 және F6. Піл A4 және ат негізгі орталыққа орналасты. Піл B2 және H8. Осымен өте мықты шабуыл деп атады және қаралардың жағдайы қазір мықтырақ. Патша F2 және шах ат C5, былай жедік және H2. Осымен ойын аяқталды. Көрдіңіздер ме? Плюс, минус плюс, осымен ойын шын мәнінде аяқталды. Мына сарбаз ешкімді қызықтырмайды. Мына патшаның жағдайы қаншалықты қиын екенін сіздер өте жақсы түсініп тұрсыздар. Қомағайлар қатарына кірді. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде көрінеді енді Ян Непомнящийдің және Дин Леженнің қаншалықты шаршағаны осындай кезде байқалады. 5-ші партияда өрескел қателерге бой алдырып жатыр. Былай шах және I4. Мына қос сарбаздың қатарын бұзу және мүмкіндік бар болса атты D3-ке орналастыруға немесе I4-ке орналастыру амалдары. F1, B2 қомағайлар қатарын қасқырады. B6 жедік. Енді бұл қалғаны енді ешқандай қиындық туғызбайды. D2, B1 жедік, шах және шах. Осымен шын мәнінде ойын аяқталды. I3, B3, B6, A, H3 шах. Біз деген Филидор ережесін есімізге түсіреміз. Былай B8, мына өтетін сарбазды бақылауда ұстау керек. Сіздер білесіздер, өте жақсы атақты Немцович ережесін. Өтетін сарбаз, ол қылмыскер, оны бақылауда ұстап тұру керек. Шах, былай, A4, патша I6, A3, осымен ойын аяқталды. Әрине, мынаны жеуге болмайды. Дейтін болсаңыздар, онда рентген деген амалды пайдаланады. Не айтуға болады? Сонымен әлем чемпионы және әлем чемпионына үміткерлер осылай ойсырата жеңілді. Позициялары дұрыс, шаршағанның белгісі жақсы шешімдер табуға мүмкіндік бермейді. Шаршауға болмайды, өйткені сіздер өте жоғары деңгейде ойнаған кезде қателіктің қаншалықты ауыр екенін сіздер көрсеңіздер болады. Сонымен тағы бір рет ескертем, Алириза Фируджаның сөзі, бұл әлем чемпионын Магнусты жеңуден оңай екен дегенді айтады. Жақсылықта келсек, сау, сәлемет болыңыздар.